Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде әдебиет әлемі бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұрбек Түсіпхан. Бағдарламамыздың алғашқы санында жазушы Төлен Әбдікұлының «Тозақ оттары жымыңдайды» повесін талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. 2006 жылы ақш киномамандары түсірген мына фильм бәрімізге жақсы таныс. Тіпті кинокартина көрсетілімге ұсынылған кезде халық біткен кинотеатрларға ағылған. Ұзынан ұзақ билет кезегінде тұрып, бірер ай әбіргерге де түскен. Көргендер де, көрмегендер де фильмнің сәтті шыққанына сүйсініп, үндіс тайпаларының қайғы қасіретіне күйзелген. Бірақ бұл фильмге арқау болған үндіс тайпаларының жер бетінен жоғалып кету қаупі, олардың келімсектерден көрген қорлығы туралы ғаламдық мәселе қазақ халқына таңсық дүние емес еді. Атақты Феннимор Купердің «Магиканның соңғы тұяғын» айтпағанда, сол үндіс тайпалары өмір сүретін Америка құрлығынан бірнеше мың шақырым қашықтықта жатқан қазақ даласында дәл осы мәселені әдеби ортаның талқысына салған көркем шығарма бар еді. Авторы қазақтың белгілі жазушысы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдік болатын. Бүгін біздің әдебиет әлемі бағдарламамызға қазақтың белгілі танымал әншісі, эстрада жұлдызы Нұрлан Еспанов мырза келіп отыр. Сондай-ақ Алматы ақшамы газетінің журналисті, белгілі әдебиет сыншысы Ардақ Нұрғазы мырза. Құрметті қонақтар, енді өздеріңіз көріп отырғандай біздің студиямызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттерінен құралған көкжиек әдеби шығармашылық клубының мүшелері қатысып отыр. Сондай-ақ клуб жетекшісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Ләйла Мұсалы апайымыз да келіп отыр. Қош келдіңіздер. Нұрлан мырза, «Тозақ оттары жымыңдайды» повесін оқыдыңыз ғой? Енді оқып шықтым. Сіздер айтқаннан кейін оқып шықтым. Сөздің шыны керек қой. Жалпы бұлай әртіс ретінде жалпы уақыт табасыз ба шығарма оқуға, бір кітап оқуға? Сөздің шыны бос өткізген уақыт қылмыс дейді ғой негізі. Мен үшін бос уақыт жоқ, бірақ енді мен тырыстым уақыт табуға. Енді бір үйде отырып оқыдым деп айтпаймын, жолда жүріп оқыдым. Түсінуге тырыстым. Нұрлан Еспанов, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сазгер, әнші, тележүргізуші, актер, шоумен. Отандық белгілі эстрада жұлдыздарының орындауындағы «Қыздар-ай», «Сен-сен», «Жан әке», «Қара жорға» сынды көпшілікке жақсы танымал әндердің авторы. Жүрегінен шыққан 100 әні бар. Нұрлан Еспанов өзін актерлық қырынан да танытып, «Өкініш», «Агент Z» фильмдеріне, «Базарбаевтар» телесериалында эпизодтық көріністерге түскен. Сазгер бір қатар отандық телеарна бағдарламаларына арнайы гимнде жазған. Несімен ұнады? Қалай айтып бере аласыз осыны? Мазмұн айтуға тырысайын. Есіңізде сақтай алдыңыз ғой. Эдуард Бейкер деп, ол жайдан жай қойылмаған екен. Бір тайпа туралы ғой әңгіме. Білесіздер, тайпа деген аз адам ғой ол жалпы. Үлкен жәнлігі империялар, көптеген аз тайпалар жеп қойып отқан уақыттарда болды. Енді бұл кітаптың бір жақсы жері, бір бағыты бар екен да. Бір елге, жастарға, қазір өсіп келе жатқан керегі мол екен. Сол сөйтіп мен бір түсінгенім, бұл жігіт енді қиналып өседі ғой, өзіміз сияқты. Кез келген нәрсеге оңай келе алмаймыз ғой. Үндістердің тайпасына ақ адам келеді. Менің түсінгенім, ақ адам келеді. Алдымен қонаққа келеді. Қонаққа келеді жай ғана. Барлық жерде сол ғой. Бірінші әйтеуір басты сұғып алып, қонаққа келіп, содан соң бір шал ғана ішінде біліп отырады. Жақтырмайды. Янумака деген шал жақтырмайды. Бұл ақтардан тек қана біз үшін жамандық келеді. Бұл ақтар жамандық алып келеді десе ешкім сенбейді. Ақыр соңы солай болып шығады ғой. Сол ақ адам ең соңында жамандық алып келеді да, барлығын қуып шығып, өзінің тұрып жатқан жерінен, қоныс аударған жерінен қуып, бір ылғал жерге тығып жібереді ғой. Сол ылғал жерде тұрып, жаңағыдегі бір ауру пайда болады ғой, міндетті түрде. Соны емдейміз деп шыққан кезде, Чоро Кяху әкесімен шыққан кезде, жолда тағы да бір ақ адамдарға ұсталып қалады. Жаңағы бала ес-түссіз далада қалып, қараса қара нәсіл жәндегі Перри атты азаматымыз аман алып қалады. Сөйтіп сонымен бір белгілі себептермен Нью-Йоркқа кетеді. Бір себептермен Нью-Йоркта ол Перриді өлтіріп кетеді. Бұл кісіні Бейкер атты профессор азаматымыз асырап алып, көреді ғой жаңағы баланың ғылымға деген. Бала алдымен жаңағы бір кафелерде, асханаларда жұмыс істеп, асханаларда жұмыс істеп қиналады, ақша тауып, колледжге оқуға түседі, білімін жаңағы шыңдайын деп. Сол жерде профессор Бейкер байқап қалып, бұның ғылымға деген кішкене ынтызар сезімін көреді, алып жаңағы оқытып. Сол енді менің түсінгенім бірінші шығармасын сол Бейкерге арнап, Эдуард Бейкердің жаңағы
осындай шығармасы деп сол кісіге арнайды ғой. Шығарманың бір ұнаған жері жаңалдегі айта алмай қалады ғой журналистке. Журналист кетіп қалғаннан кейін көп нәрсе ойына түсе бастайды. Жаңағы ойына түсірген нәрселер айтып бергеніңіз, жаңағы доктордың ойына түсірген нәрселері. Кетіп қалғаннан кейін ойына түсіргені ғой. Жаңағы Оңтүстік Америкаға бардым, сонда жаңағы бүкіл тайпаны ақ нәсілділер қырып жатқан. Өзі танымалы жаңағы дәрігер болғаннан кейін барып Бразилияға барып көреді да көзімен сонда сұрайды ғой сол жердегі тұрғындардан. Менің тайпамнан адам бар ма екен қалған деп. Тайпасынан бір адам тауып келеді, өлейін деп жатқан енді. Өлім аузында жатқан. Ең соңғы адам осы тауып келеді ғой. Иә, соны емдей алмай қалып, сол өкініш сезім пайда болады да, ай кетіп қалды ау, соңғы адам деп. Бірақ ол тайпаның соңғы адамы өзі екенін ол ұмытып кетеді да жалпы. Яғни есіне де алмайды. Иә, есіне де алмайды да жалпы. Ардақ мырза, шығарманың жалпы ұзын ырғасы осындай, иә? Нұрлан мырза жаңа мазмұнын толық айтып берді. Мазмұнын толық айтты, бас аяғы түсті. Дұрыс айтып отыр ғой негізі. Ешқандай ауытқушылық көп болған жоқ, Ардақ Нұрғазыұлы, ақын, прозаик һәм сыншы. 1991 жылдан бастап шығармалары жарық көріп келеді. 2006-2008 жылдары Шетел әдебиеті газетінің бас редакторы болған. Қазір Алматы ақшамы газетінде тілші. 2009-2012 жылдар аралығында оның жалған бостандық кітабы, қазақ-қытай тілінде Араққұс өлеңдер жинағы, қазақтың модернистік поэзиясы сын еңбегі мен сызықтар мен нүктелер атты әңгімелер жинағы жарық көрді. Өлеңдері ағылшын және қытай тілдеріне аударылып басылған. Жалпы мына шығармадағы айтылатын жаңағы Эдуард Бейкердің үндіс тайпасының ең соңғы өкілі екенін өзін есептемеді деп отыр. Осы бір тұста неге есептемеді деп ойлайсыз? Жалпы ол өзін-өзі санаттан шығарып жіберді ма? Жоқ, әлде бір... Бұл жерде мынандай мәселе бар ма екен деп ойлаймын. Жазушы әдейі осылай орналастырған да. Дәрігердің құтқара алмай өлгені жалпы бір тайпаның материалдық тұрғыдан, былайша айтқанда оның өмір сүруінің, тайпаның, үндістің бір тайпасының өмір сүруінің заңды болмысының жоғалу болса, ал өзін санамауы басқа өркениеттердің жаулауына ұшырап кеткеннен кейін, былайша айтқанда ұлтсызданып кеткен тайпаның, былайша айтқанда рухани жақтан өзін жоғалтып, басқа топтардың, басқа отарлаушы мәдениеттердің ықпалында кеткенін көрсетеді. Біріншісі рухани жақтан жоғалу болса, екінші жақтан айтқанда бір тұтас жоғалу. Осы екі түрлі жоғалу. Рухани жақтан жоғалу мен заттық жақтан жоғалу мен рухани жақтан жоғалудың фарқын жазушы осы бір түйін арқылы. Осы арқылы көрсеткен дейсіз ғой. Нұрлан мырза, сіз анау Апокалипсис деген киноны көрген шығарсыз? Иә, көрген. Жалпы тозақ оттар жымыңдайдыны оқыған кезде сол бір картиналар, сол кинодағы көрген елестер көз алдыңызға келді ма? Келді. Мені бір қуантқаны, басқа елдің әдебиетін суреттеп, жазып қазаққа танытқанына қуанамын да. Үлкен империялар бізді жеп қойса, оның өзі тозақ оты ғой енді. Мынау қалмауы, басқа қылу, сол себепті қалай ұлтты сақтап қалу, бұл кісінің ойымен жеке өз басымның түсінігім бойынша мен өзім түсіндім. Яғни бұл біздің қазақ халқының тағдырымен, қасіретімен бәрібір үндес қой шығарма. Үндес, дұрыс айтасыз. Ардақ мырза, осы шығарма жазылғалы жалпы 40 жылдай уақыт өтіпті. Сол заманның уақыттың бір сынымен, бағасымен өлшегенде кейбір шығармалар жаңағы өзінің бір мазмұнын, мағынасын ауыстырып алып жатады. Кейде тіпті төңкеріліп кетеді. Кейбір шығармалар тіпті сол заманда қалып қояды, бітті, одан кейін оқылмайды. Бірақ 40 жыл бұрын жазылса да, бұл Төлен Әбдіктің тозақ оттар жымыңдайдысы әлі шын айтқанда сәннен, оқылымнан түскен жоқ. Осының бір себебі қандай? Оның себебі жазушыны Төлен Әбдікі қазақ жазушыларының ішіндегі ең интеллектуалды жазушылардың қатарына жатады да. Бұл повестің бір ерекшелігі 40 жылдың алдында жазылғанмен әдебиетке тән ерекшелікті жақсы сақтаған. Мысалы, бұл шығарма Кеңес одағы кезінде жазылған шығарма да. Әсілі Кеңес одағының әрбір шығарманың тарихи маңызы оның жарық көрген тұсымен бағаланады да. Бұл шығармада тарих та бар, тағдыр да бар. Оның үстіне эстетикалық ерекшелік. Мысалы, эстетикалық ерекшеліктен басқа Америкадағы бір тайпаның тағдырын алып жазғанда, былайша айтқанда бұл тіке қазаққа да қатысы жоқ. Мен бір шетінен ойлаймын да, қазіргі заманда жазылса бұл бөлек болар ма еді. Төлен ағамыз да өзінің ойын белгілі бір себептермен, басқа жақпен алып келіп жеткізуге тырысқан шығар деймін да. Төлен ағамыз да бұл жерде америкалықтар оқиды деп жазбаған бұл кітапты. Менің ойымша тек өзіміз осы қазақ, түркі мемлекеттері үшін жазылған дүние. Сол себепті мен өзім сөйтіп ойлаймын.
Нұрлан аға айтып кетті, бұл бір түркі әлемдеріне ғана, түркі елдеріне ғана арналған шығарма сияқты деп. Мен бұл пікірмен келіспеймін, себебі бұл шығарма бүкіл күллі адамзат баласына арналған шығарма меніңше. Себебі Төлен Әбдіков ол кез келген шығармасын алып қарасақ та көркемдік құндылығы жағынан емес, рухани құндылығы жағынан жоғары барлық шығармасы. Себебі ол бүкіл шығармасында қазір барлығы айтып жүрген шындық емес, сайқал шындықты емес, топырақтың астында көміліп жатқан шындықты іздейді. Құрметті қонақтар, біз осы ретте жазушының өзінен жалпы осы шығармасын қалай жазды, жазуға не себеп болды, тарихы жайлы бір қысқаша мәлімет беруін өтінген едік. Ендеше осы жазушының айтқан пікіріне құлақ түрейік. Совет үкіметі біздің тарихымызды бұрмалады. Мемлекеті жоқ, шекарасы жоқ, тарихы тек 1917 жылдан ғана басталатын бір ел болып шыға келдік. Енді осыдан тығырықтан шығу үшін менің ойыма келгені, әлемде қиянат көріп отқан халық тек қазақ емес, қазақ секілді осындай үлкен тарихи әділетсіздікті бастан кешіп жатқан басқа да ұлттар бар. Солардың тағдыры арқылы беру қазақтың тағдыры деген. Мен өзім сол кездерде Бразилиядағы индейцтердің тағдырын көп оқыдым. Сосын осы индейцтердің тағдыры арқылы қазақтың тағдырын беруге болады шығар деген идея менің басымда жүрді. Сосын бардым да осы тозақ оттары жымыңдайды деген повесть жаздым. Ал енді мына жерде екеуіңізге де бір ортақ сұрақ қойсам ба деймін. Ақ адамдар сол жерге шынымен тозақ оттарын апарды ма, жоқ әлде олар басқа да бірдеңе ойлап апарды? Өркениет апарды ма олар? Олар айтты, біз ақылды қоғам, мәдениетті ақылды адамдармыз. Енді бізден басқалар біздің мына жүйемізге лайық емес, біздің жүйемізден тысқары дүние мәдениетсіз қоғам. Ол қоғамда мысалы адамның етін жеу болады. Түрліше біздің мәдениетті қоғамға сай емес дүниелердің бәрі ол қоғамда өмір сүріп жатыр. Сондықтан біздің пен олардың ортасындағы қақтығыс мәдениетті қоғам мен мәдениетсіз қоғамның ортасындағы, қараңғы қоғамның ортасындағы қақтығыс дейді. Осы арқылы олар өздерінің отаршылдық дүниетанымына жақсы теория негіз қалады да. Мысалы Африканы жауласын, Американы жауласын, олар тек қана қырып жойып қойған жоқ. Ол қырып жойды, сонымен бірге олар мысалы мемлекет туралы ұғым кіргізді. Мектептер салды, мәдениет салды, мемлекеттің барлық жүйесін кіргізді. Яғни өркениет апардық деп отыр олар, иә? Олар өздерінің сол жаққа көшірді. Ол жергілікті өркениетті жоқ қылып жібергенмен, бірақ олар өздерінің өркениетін кіргізді. Империялық отарлау кезінде, империялық отарлау кезінің басында қанша былайша айтқанда әділетсіздік, қырып жою, үндістерді жоғалту болғанмен, бірақ ең соңына келгенде, мысалы, қазіргі Америка тұрғысынан алғанда, Америка үндістер жасасын, басқалар жасасын, қазір Америка ең мықты мемлекет. Жалпы шығарманың өн бойын оқып отырсақ, әйтеуір бір ақ адамдардан зардап шегеді. Жаңағы үндіс тайпалары саны аз, бірақ ақ адамдар көп, қаруы да күшті, солардан зардап шегеді. Шығарманы оқып отырған адам сол ақ адамдарға деген бір іштей бір жек көрініші болады. Осы тұрғыдан алғанда жалпы бір жақты жазылған шығарма емес пе жалпы? Ақтар жаман деген пікірмен келісім келмейді, өйткені ол ақтар ол жерге басқа мәдениетті апарды, бірақ сол аз халықтың мәдениеті жұтылып кетті оған. Жалпы шығарманы оқып отырып, бұл жерде жаңағы аз тайпалардың көп тайпалар, аз тайпалар жұтып қою ғой. Мысалы үшін Арагу тайпа ол жерде мәдениетсіз емес еді, 17 ғасырда олар садақ атуды білді, темірден зат жасады, олардың жазушысы болды өздерінің мәдениеті болды бір жағына есептегенде. Жалпы енді осы клуб мүшелерінен сұрайық, осы екі қонақтың айтқан пікірлеріне алып қосарларыңыз бар ма жалпы? Кез келген жазушы ұлт рухының жоқтаушысы екенін білеміз. Бұл тозақ оттары жымыңдайды повесі қазіргі күнмен, қазіргі біздің халықтың тағдырымен өте үндес, өзектес екендігінде дау жоқ. Маған жаңағы Ардақ мырзаның рухани жоғалу деген пікірі ұнады. Расында да материалдық жағынан, яғни физикалық тұрғыда түрі қазаққа ұқсайтын қазақтар қалуы мүмкін, бірақ рухани жағынан жоғалу мәселесін осы шығармада жақсы көтерген. Көбіне осы Төлен Әбдіковтің шығармасы орыс әдебиетінің жазушыларымен, Чехов мен Достоевскиймен салыстырады да, солардың шығармаларындағыдай қатыгездік бар дейді. Бірақ Төлен Әбдіковтің шығармасында шамадан тыс қатыгездік бар дейді. Ол кейіпкерін келер күннің бір
атар сәулесіне үмітпен қарамайды дейді, тереңіне құлдилатып тастап жібереді деп. Сол тұңғиықтан ол шыға ала ма, шыға алмай ма? Сол барда ол кез келген адамның өзі ішінен ойланады. Біз де осындай жағдайға тап болсақ, біз не істей аламыз деп. Күллі адамзат баласының қазіргі тап болып отырған мына замандағы әлеуметтік мәселелерді қозғайтын шығарма меніңше. Қанды пікір ғой расында да, иә? Яғни кейіпкерді сонау шыңырауға тастап жіберу, ол оқырманды да сол деңгейге, сол төменге түсіріп жіберу ғой, иә? Жалпы Төлен ағаның шығармасын оқып шықтық. Біз шығармасын оқу барысында басқа повесті Парасат майданымен де бір жақындық бар сияқты екеуінің арасында. Жаңа Эдуард Бейкердің медицина жоғары деңгейде біліп тұрып, жаңа қарапайым нәрселер ұмытып қалу нәтижесінде ант берген. Емдей алмай қайтыс болып кетеді, сол сияқты біздің жаңа әлемге әйгілі қазағымыз ертең 3 жылдан кейін ауылда қалған жалғыз қазақпен қазақша сөйлей алмай қалмай жүрмесе деген осындай ойлар келді маған оқып отырып. Ал енді құрметті студенттер, қонақтар, біз жалпы келген қонағымызды, кейіпкерімізді әсіресе осы шығарманы қаншалықты оқығанын, қаншалықты есінде сақтай алғанын бір тексеретін салтымыз бар. Міне алдымызда шахматтар, Нұрлан мырза. Есіңізде болса, осы шығармада журналист Палетти мен Эдуард Бейкер бір шахмат ойнайды. Кейбір жүрістерді айтады. Неге тұр деп ойланып отырып көме жайымдым деді. Неге қойып қойды бұл шахматты? Сонда біздің бір аздаған қулығымыз сізді қаншалықты оқығаныңызды тексеру. Мен доктор Эдуард Бейкердің, сіз журналистің орнына ойнап көрейік қазір, е? Көрейік. Алғашқы жүріс менікі. Ода енді ақ жүреді ғой бірінші. Бірінші доктор жүрді. Екі корольдің алдындағы баланы корольдің алдын ашты ғой. Екіге жылжытты дейді. Мен бірінші былай жүрді ғой ол кісі. Мен былай жүрдім. Бұл әдеттегі жүрістердің бірі, әдеттегі жүрістердің бірі. Бірінші жүріс қой. Доктор алды да былай жүрді. Ал мен былай жүрдім. Міне енді еске түсіп жатыр, расымен де. Былай егер мен басында түсінбедім. Маның жүре бересің. Егер былай жейтін болса, онда ақтар жеңіледі дейді. Жалпы Фальбердің контргамбиті бойынша былай жүріс өте қате дейді. Сондықтан жаңағы доктор былай жасады дейді. Мына жақты жеді дейді. Сонда бұл кісі былай жүрді ғой. Міне, контргамбит осы. Фальбердің контргамбиті. Оқығанымды дәлелдедік. Мына кітапты оқығанын дәлелдедік. Енді бағдарламамыздың аяқталуына байланысты сөзімізді, ойымызды қорыта кетсек. Бұл шығарма негізінен бөтен тайпалардың, анау алыста жатқан американ тайпаларының тағдырын суреттесе де, жазушы олардың ортасына бармаса да, олардың ортасында жүрмесе де, бірақ дәлме-дәл келтіріп отыр. Яғни, со жағынан жаңағы өзіңіз бағанағы сөзіңіздің басында айтқандай, қазақ халқының да бір тағдырын көрсетіп отыр, Қорыта айтқанда шығарманың жалпы мақсаты, мазмұны өзін өзі ақтай алған ба? Бір ауыз сөзбен айтқанда, шығарма ең алдымен әдеби мәтін, жоғары көркемдік мәдени мәтін деңгейіне көтерілген. Сондықтан ол қай дәуірде жасаса да өзінің алға тартқан мақсатын орындап шыққанда. Жазушы Төлен Әбдік бір сұхбатында атақ даңқың қанша жайылып жатса да, атақ даңқың қанша шығып жатса да, тағдыры қыл үстінде тұрған халқыңа, ұлтыңа көмектесе алмасаң, сенің адамгершілігіңнен, сенің жазушылығыңнан еш мағына қалмайды деген екен. Осы тұрғыдан алғанда жазушының дәл осы тозақ оттар жымыңдайды шығармасы өз мақсатына жеткен туынды деуге болады. Олай болса, құрметті көрермен, дәл осындай шығарманы оқи алатын өреміз биік, талдай білетін танымымыз терең, талғай алатын талғамымыз таза болсын дейміз. Ал біздің бағдарламамыздың келесі саны жазушы Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» шығармасын талдауға арналады. Әдебиет әлемімізден алыстамаңыздар.